Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен осындай кереметте отқа, шоққа, түтінге, далада қазанда нан пісіретін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп бағалап кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға кішкентай ас қасықпен 1,5 қасықтай ашытқы, 1,5 қасықтай қант және жарты қасық тұз саламыз да үшеуін жақсылап араластырып, бөлме температурасындағы суды құйып, жылы жерге қойып қоясыздар. Дрожжыңыз көтеріліп ашу керек. Келесі жылы суымызға жылы сүтімізді қосып, 1 ас қасық кіші қасықпен тұз саламыз да жақсылап араластырып, көтерілген ашытқымызды ұнымызға салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеген кезде қатты баспай, жаймен илеңіздер. Сонда сіздердің қамырларыңыз жұмсақ, жақсы көтерілетін болады. Біріктіріп, ортасында ұны қалып кетпейтіндей жақсылап асықпай иін қандырып илеңіздер. Иі қанған қамыр әдемі болып көтеріліп, піскен кезде де жақсы пісіп көтеріліп шығатын болады. Қамырым толықтай иленді. Енді ең соңында осыған кішкене сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Көп емес, бір ас қасықтай қоссаңыздар осылай жетеді. Яғни осылай бір сыртынан басасыздар да бетін майлап, ауа өтпейтіндей осылай жауып қоясыздар, жылы жерге орап қоясыздар. Менің қамырым міне 40 минуттың ішінде ашып шықты. Негізі 1 сағатқа ашыта беріңіздер. Осылай көтерілу керек қой. Егер қамырларыңыз дұрыс көтерілмейтін болса, онда сіздер жаңағы ашытқыларыңызда болуы мүмкін. Ашытқыларыңыздың жарамдылық мерзімі өтіп кетуі мүмкін. Немесе қамыр өте қатты иленіп қалуы мүмкін. Сондықтан сол әдіс-тәсілдерге жақсылап мән беріңіздер. Иі қанған қамырларды осылай орап қойып қойыңыздар. Енді біз қазанымызды далаға шығып, астына от жағып, бірінші қазанның астын қыздырып аламыз. Одан кейін қазанның ішіне кішкене тұзды сумен тұзды араластырып, астына сеуіп жіберіңіздер. Сонда нандарыңыз жабысып қалмайды, асты әдемі болып пісетін болады. Қамырымызды осылай ішіне салып, осылай тесіктер жасаймыз. Шанышқының көмегімен де ішін тесіп шықсаңыздар болады. Жұмыртқа жақсаңыздар болады, сүт жақсаңыздар болады. Енді үйлеріңізде қандай қамырдың бетіне жағатын жаңағы сүтіңіз бар ма, жоқ әлде жұмыртқаңыз бар ма, өзіңіздің қалауыңызша жақсаңыздар болады. Кейде үйде түк болмай қалған жағдайда ештеңке жақпасаңыздар да әдемі болып қазанда піседі. Бетіне осындай жұқа темір керек, мынандай домалақ темір болса, соның үстіне от жағасыздар. Ал астына от салмаңыздар. Өйткен себебі біз жаңа астын жақсылап қыздырып алдық, иә. Сол қызғаны бізге жетеді. Тек кішкене ғана арасында шоқ салып тұрыңыздар. Осымен міне қып-қызыл болып қамырымыз пісті. Бұл біздің ауылдағы анамызды еске түсіреді, әжелерімізді еске түсіреді. Бұрын білесіздер, иә, тоқ болмаған кезде таулы жерде не істеген аналарымыз самсаны да қазанға пісірген, осындай кішкентай күлше нанды да қазанға пісірген. Соны мен қалада пісіріп көргім келді. Өзімнің анамнан көрген әдіс-тәсілдің бәрін қолданып пісірдім. Міне керемет болып шықты. Ыстықтай, іші толық піскен, түтіннің иісі шығып тұр ғой, керемет болып. Қараңыздар, ыстық болып тұр. Мен сонда да бөліп, осында қолдың сармайына жағып жегенге не жетсін. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана бір нәрсе, ол жаңағы отты дұрыс қыздырсаңыздар болды. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видео ұнап жатса жақындарыңызбен бөлісіңіздер.